barely passed her last test to become a goat general. I'm a goat general! But Detta arrived in Durfleet to take her to Frankfurt. Out of the question. After a big argument, she convinced Grandfather that it was what's best for Heidi's future. Think of what Tobias would have wanted for Heidi. Take her. When Heidi came back to the cabin, Detta forced her to come with her. I don't want to go. Grandfather and Peter, both distraught by Heidi's sudden departure, gave her a last goodbye. My little goat general. Клара. Сіз жұмыс істейтін қаланы қатты көргім келіп тұрды, әпке. Қыстаққа қайтқан соң, атам мен Питерге қала туралы айтып беретін боламын. Біз баратын үйдің өзіндік ережелері бар, түсінесің бе? Сондықтан сенің тәртіпті болғаныңды қалаймын. Қолыңнан келеді деп ойлайсың ба? Оған қоса Клараға жылы-қабақ танытуың керек. Клара деген сіз айтқан кішкентай қыз ба? Иә. Екеуіңнің тез арада тіл табысып кететіндеріне сенімдімін. Ол өте жақсы қыз, бірақ жалғызсырап жүр. Оған сен секілді жақсы дос керек. Оның достары жоқ па? Оған иттер, ешкілер ұнайды ма? Ұнайтынына сенімдімін. Бәлкім оны қайтарда өзіммен бірге қыста қалып кетермін. Франкфурт. Франкфурт. Келесі аялдама Франкфурт. Қане, шығуға дайындал. Тәттіден жемегенің қалай, Клара? Расымен ештеңе керек емес пе? Рахмет, ханым. Бірақ менің қарным ашымыз. Саған көп күш жинау керек, Клара. Бұның маңызды екенін білесің ғой. Әкеңе хат жазғанымды қаламайтын боларсың. Дета қашан келер екен? Жиен сіңілсін көруге асықпын. Сен көрмес бұрын, оның саған лайық екенін тексеруім керек, Клара. Жағымсыз жағдай орын алмау керек, солай ма? Иә, ханым. Жарқыраған күннің сұлулығын аулаға шығып тамашалағың келмеме, Клара? Бір сергіп қаларың анық. Одан да өз бөлмеме барайын. Тыныққаным дұрыс. Дет әпке, қараңыз! Қайда? Әжейге жаңа піскен нан апарғым келеді. Оған ұнар анық. Сондай-ақ атама да сыйлық алуым керек, және Питерге де. Оларға не алсам екен, Қазір емес, Хайди. Сыйлықты кейін аламыз. Тездетуіміз керек. Кешке қайда барамыз? Тәртіпті болам деп уәде бер. Мә, саған. Үй мүшелермен сөйлескенде иелетін бол. Міне былай. Хайди. Үй мүшелермен сөйлескенде иелетін бол. Не үшін олай істеуім керек, дет әпке? Мәдениетті ханшайымдар осылай жасайды. Қане жаса? Бұлай ма? Иә, дәл солай. Айтпақшы, не десең де ойланып сөйле. Не деген көп ереже? Кларамен қашан кездесеміз? Айтпақшы, адамдарды аттармен атаушы болма. Тек мырза, ханым, немесе ханшайым. Бірақ, егер бәрін солай атайтын болсам, кімге сөйлеп жатқанымды қалай жатады? Мә, саған мынау күшті мысық қой? Хайди. Күшті емес, дет әпке, түрі қорқынышты ғой. Менің атым Хайди. Ал сіздің атыңыз кім? Менің атым Себастьян. Хош келдіңіз, ханшайым. Роттенмайя ханым сені музыка бөлмесінде күтіп отыр. Ал Клара да сонда ма? Хайди. Сөйлемес бұрын жақсылап ойлануды ұмытпа. Мен мәдениетті болдым ғой. Иіліп сәлем бердім. Сәлеметсіз бе, ханым? Сәлеметсіз бе, ханым? Ол сен айтқаннан да кіші ғой, Дета. Жасың нешеде? Оның Кларадан кіші екені рас, бірақ ол қабілетті қыз. Сен отыра тұр. Ал, атың кім? Менің атым Хайди, ханым. Ал сіздікі ше? Хайди?
Бұл өзі қандай ат? Ол менің атым, ханым. Мені бәрі де осылай атайды. Оның аты Аделайда, ханым. Хайди оның лақап аты. Клара қайда? Оны көруіме бола ма? Дет әпкем оның зергіп жүргенін айтты. Бәлкім Клара екеуміз ойын ойнармыз. Үйлеріңіз тым үлкен екен. Тығылмақ ойыны Клараға наранық. Және... Сені лайықты деп тапсам ғана Кларамен жолғасың. Алдымен сұрақтарыма жауап бересің. Оңашада. Өз қалауыңыз білсін, ханым. Тәртіпті бол, Хайди. Сонымен, Менен не сұрағыңыз келіп тұр, ханым? біздің Клара өте ерекше қыз. Ол тек өзіне лайықты жандармен араласа алады, және олар лайықты іспен айналысулар керек. Лайықты деген не өзі? Сонымен, қалай болып жатыр? Негізінде Хайдиді болжау қиын. Қазір Ротенмайя ханым онымен оңашада сөйлесуде. Маған бұл ұнамайды. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Егер Хайдиді ұнатпаса ше, оны қайта тауға апара алмаймын ғой. Қолдан келер шара бар ма? Қане, шай ішіп ал. Маңызды талаптардың бірі тәртіпке бағыну. Үй ережелерін қатаң сақтауың керек, түсіндің бе, Аделайда? Я, Олай емес, я, ханым. я, ханым. Енді, кесте тігуді білесің бе? Жас ханшайым үшін бұл өте маңызды. Я, ханым. Көрсет, Аделайда. Кесте тігуді білетініңе сенімдісің бе, Аделайда? Өтінем, өтірік айтқанды доғар. Жоқ, білмеймін, ханым. Ең болмаса аспапта ойнауды білесің бе? Клараға пианинода ойнауды үйретер едің. Мен қалай сықыру керегін білем. Тыңдаңызшы. Аделайда, өркениетті ортада асқыру мәдениетсіздікке жатады. Мұндай сұмдықты қайдан үйреніп жүрсің? Мен бақташымын, ханым. Ал ысқыра білу ешкі бағу ісіне аса қажет. Оған қоса ешкі сауды білемін, және оларды шөбі шүйгін алқапқа апара аламын. Қараңызшы, киімімнен әлі ешкілердің иісі шығыпты. Өзі пай секілді қатыгез ғой? Бұлай болады деп ойлаған жоқ едім. Байғыз Клара, мына кісі барда оған дос табу өте қиын шығар. Я, бәлкім Клараны көруім керек шығар. Сол кезде ол менімен дос болар еді. Жоқ, бұлай болмайды. Оның қолынан мүлде келмейді, деді. Кешірім сұрайым, ханым. Бірақ бұл Хайди үшін өте қажет. Аделайда үшін. Ол менімен бірге тұруы керек. Оның басқа барар жер жоқ. Келген тауына жіберсеңші, ешкілерінің қасында болсын. Ханым, Аделайда қарапайым әрі кеңпейілі қыз. Ол өте зерек, төзімді жан деп айталам. Аз ғана уақыттың ішінде бәрін үйреніп алар. Мен бұлай болуына жол бере алмаймын, деді. Жиен сіңілін Клараға мүлдем лайықты емес. Бірақ оны кері қайтара алмаймын, ханым. Бақилық болған әпкеме қызына қамқор болам деп уәде бергем. Түсінесің бе, Клараның өмірін қатерге тіге алмаймын, деді. Сесман мырза мені кешірмейді. Ренжіме. Бүгін оны әкете алмайтыныңды түсінемін. Сондықтан сенің бөлмеңде түнеп шықсын. Таңғы пойызбен әкететін бол. Иә, ханым. Клара? Құдайым-ай! Сәлеметсің бе? Менің атым Хайди. Ал сенің атың кім? Білесің бе, атамның үйінде менің де торғайым бар. Оның аты Чиппи. Бірақ ол торда отырмайды.
Қыста жылы жаққа сапар шегеді, ал көктемде қайта оралады. Торда қамалып отырған саған ұнайды деп ойламаймын, солай ма? Клара, қазір тынығатын уақытың ғой. Не істеп отырсың? Кітап оқып отырмын, ханым. Детаның жиен сіңілсін көруге бола ма? Әне, шыға ғой. Көрдің бе? Бостандықта жүрген қандай жақсы. Бері кел, балақай. Қане, келші. Жақынырақ барғаныңды қалайсың ба? Не? Хайди, бұл не қылғаның? О, жасаған. Мұнда не боп жатыр? Байқамай қалдым, ханым. Мен бар болғаны сіздің құсыңызды ұстайын деген. Хайди. Мына қызды алып кетіңдер. Қане? Ана, бәлені ұста. Тез. Бері кел. Ей, қыз тоқта. Ей, балақай. Балақай. Тоқта деймін. Сен сындырған сауытты Сесман мырза сонау Қытайдан естелік ретінде алып келген. Оның қаншалықты бағалы екенін айтпай қойсам да болады. Кешірім сұраймын. Мен байқамай қалдым. Оның Клараға не үшін лайықты емес екенін енді түсінген боларсың. Иә, ханым. Аделайда үйіне оралғанға дейін көзіңнен таса қылушы болма. Кешіріңізші де тәпке. Бәрі жақсы, Хайди. Өзіңнің жақсы көретін тауыңа қайта баратын болдың. Клараға көмегім тигенде ғой, жалғызсырағанын қаламай. Сенің ешкінәң жоқ, Хайди. Ротенмайя ханымның өмірге деген көзқарасы біздікіндей емес. Қане, жатта жақсылап демал. Мен төменге барып ас бөлмесін ретке келтіруім керек. Қайырлы түн, Хайди. Қайырлы түн де тәпке. Сен осында қал. Мен қазір келем. Қайырлы түн, Клара ханшайым. Қайырлы түн, Себастьян. Ротенмайя ханым, бұл сіз бе? Детаның жиен сіңілісі. Берге, тездет. Жақынырақ кел, мұнда отыр. Маған елудің қажеті жоқ. Бері кел. Мен Кларамын. Сенің атың кім? Менің атым Хайди. Күні бой бөлмеңде отырасың ба? Ротенфайя ханым сені тұтқын секілді қамап ұстай ма? Ротенфайя дейсің бе? Ол Ротенмайя. Мен оның тұтқыны емеспін. Ол менің тәрбиешім. Оның үстіне ол өте жақсы қарайды. Оның қатал екенін білем, бірақ онысы маған ұнайды. Білмеймін. Сені күні бойы шығармайды. Құсты да торға қамап қойыпты.
Құстар бостандықта, аспанда қалықтап ұшулары керек. Мен оны тордан босата алмайым. Егер ол ұшып кетсе, мен сырласатын доссыз қалам. Ротын Майя ханым, ол осында келе жатыр. Тездетіп тығылуың керек. Клара, қызым, осы оқығаның жетеді. Жарай ма? Әрине, ханым. Қане, жарықты өшір. Қайырлы түн, Клара. Қайырлы түн. Қара, менің кішкентай жұлдызым көрініп тұр. Ол мен тауға көшіп келгелі соңымнан бақылайды да жүреді. Мен оны көре алмайым. Мына жерге келде отыр, сол кезде көресің. Жоқ, жүре алмайым. Жүре алмайсың ба? Анам дүниеден қайтқалы бері мен жүруден қалдым. Дәрігерлер неден болғанын таба алмады. Бәлкім талпынып көрерсің. Ал мен саған көмектесем. Қолымнан келмейді. Ротын Майя ханым менің тым әлсіз екенімді айтты. Сонда ешқайда шықпайсың ба? Жоқ, шығам. Арбамен жүрем. Кешірім сұраймын. Білесің бе, табиғат сондай әдемі. Сенің өз көзіңмен көргеніңді қалаймын. Мәссаған, Хайди. Өте әдемі. Анау менің кішкентай жұлдызым. Рас, менде әдемі екен. Анау шоқ жұлдыз грек әйел құдай болған. Ол ханзаданың өмірін сақтап қалған үшін жұлдыз болған деген аңыз бар. Ал анау жеті қарақшы деп аталады. Менің сүйікті жұлдыздарым. Өздері күймеге ұқсайды. Я, бәлкім бір күні күймемен саяхат жасармыз. Ротын Майя ханым не үшін сенімен кездескенімді қаламады екен? Мен де түсінбеймін. Ертең таң атысымен пойызға отырып атама қайтатын болдым. Оны райынан қайтару үшін не істеу керегін білем. Әрине, егер қаласаң ғана. Бірақ ол үшін біраз жаттығуымыз керек. Қайырлы таң, ханым. Қалай демалдыңыз? Қайырлы таң, Клара. Жақсы демалдым, рахмет. Өзіңше? Көңіл күйім сондай тамаша. Қарным қатты ашып тұр. Таңғы асты қонақ бөлмеде ішсек бола ма? Бірақ Өтінем. қалауың болсын, Клара жан. Міне дайын, Клара ханшайым. Рахмет, Себастьян. Қайырлы таң, ханым. Қайырлы таң, Клара. Аделайда? Ол бізбен бірге таңғы ас ішсе бола ма? Иә, қалауың білсін, Клара. Тағы бір адамға дастархан жай. Иә, ханым. Қазір дайын болады. Қане, мұнда отыр. Аделайда? Жиен сіңіліңнен бәрін күтуге болады. Хайди? Ол қонақ бөлмеде. Ротын Майяға қалай иілгенін көрсең ғой, тамаша. Хайди ма? Ол тағы не бүлдірейін деп жүр? Меніңше уайымдаудың қажеті жоқ. Рас айтам. Ханым, болған жағдай үшін кешірім сұрайым. Хайдиді бүгін атасына түскі пойызға салып жіберем. Алып кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Клараның күлкісін анасы дүниеден өткелі бірінші рет көріп тұрмын. Жиен сіңіліңдің әлі талай нәрсе үйрену керек. Алайда Аделайда Клараға жақсы серіктес болары анық. Егер де сен қаласаң, рұқсат бердім.
Кешірім өтінем, ханым. Мәселе шешілді. Сіңілің менің жанымдағы бөлмеде тұрады. Айтпақшы, Құдай үшін, жиен сіңілің екеуің ыдыс жағатын әдеттеріңді доғарыңдаршы. Мен бар болғаны Клараға алқапта жүгіргеннің қандай болатынын көрсеттім. Тәтке, сізде бәрі дұрыс па? Ротенмайя ханым шешімін өзгертті. Енді сен осында қалып, Кларамен ойнауыңа болады. Бірақ ештеңені бүлдіруші болма. Жарай ма? Уәде беремін де, Тәпке. Енді ойнасақ бола ма? Иә! Байқа, Хайди. Абайла.